Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен сіздерге бүгін темекіден құтылуға арналған негізгі жаттығулармен таныстыратын боламын. Бізде ең бірінші жаттығу сананы алдау болып табылады. Яғни сіздің миыңызда темекі шегуге деген құмарлығыңыз басталған уақытта сананы алдау арқылы темекіні шегетін боламыз. Қолыңызды дәл осындай бағытта алып, темекі шеккендей терең тынысты өкпемізге аламыз және жиналған ауаны қайтадан сыртқа қарай шығарамыз. Және дәл осы жаттығуды біз 4 рет жасаймыз. Дәл осылай біз миымызды алдасақ болады. Бізде екінші жаттығу 8-4 әдісі деп аталады. Яғни бірінші біз екі қолымызды дәл осындай бағытта ұстаймыз. Сұқ саусағымызбен бас бармағымызды бір-бірден бекітеміз. Одан кейін дәл осы бекітілген саусақтарымызды тізе үстіне қоямыз. Енді 8-4 әдісі арқылы біз ауаны ішке қарай жинақтаймыз. Бірінші 8 рет терең тынысты біз ішке қарай жинақтап аламыз да, тағы да 8 рет жиналған тынысты сыртқа қарай шығарамыз. Бірінші 8 рет ішке ауаны алып аламыз. Дәл осылай ішке ауаны жинақтап алғаннан кейін 8 рет біз іштегі ауаны сыртқа қарай шығарамыз. Толық ауаны іштен шығардық. Дәл осы циклды біз 4 рет қайталаймыз. Арасына 6 секунд салып. Дәл осы жаттығуды жасау арқылы сіз темекіден оңай бас тарта аласыз. Сонымен қатар бұл жаттығу сізге темекі шеккеннен кейінгі әсерді беретін болады.